Сәлем достар, бүгін сіздерге аяғымды қалай күтетінімді көрсеткелі отырмын. Аяқтың не күтетіні бар деп ойлауларыңыз да мүмкін, бірақ жас ұлғайған сайын аяғымызды күту керек. 4-5 тал чесноқты алып, тазалап, тураймыз. Енді чесноктың бұл пайдасы өте зор, өздеріңіз білесіздер. Чеснок грибокқа қарсы күреседі, және вирустарға, бактерияға қарсы жаңағы күші мол. Міне енді лимонды турап жатырмын. Лимонды қабығымен тураймыз. Ішіндегі дәнін алып тастап, жаңағы кастрюльге салып, 1 стакан су құйып қайнатамыз. Енді лимонның да білесіздер пайдасы өте зор. Вирустарға қарсы күреседі, құрамында витаминдері мол. Енді қазір қайнатып аламыз. Жұмсарғанша чесногымызда, лимонымыздың қабығы жұмсақ болғанша қайнатамыз. Сосын барып жаңағы блендер немесе миксерден өткізіп, қоймалжың крем сияқты дайындап аламыз. Міне менікі дайын болды. Енді сабынды теркіден өткіземіз. Сабынның бәрін емес, жартысын ғана, немесе жартысынан азырақ теркіден өткізіп дайындап аламыз. Сабынды қосатынымыз, сабынның құрамында түрлі пайдалы майлар бар. Жаңағы аяғымызды кептірмес үшін, міне жаңағы затымызға крем сияқты сабынды шетінен салып отырып араластырамыз. Қоюлығы крем сияқты болу керек. Дайын болған затымызды аяғымызға жағамыз. Аяққа жағу үшін міне мен целлофановый пакет дайындап қойдым. Пищевой пленкамен де болады орауға, бірақ маған мынандай пакет ыңғайлы. Мен ыңғайлы нәрсені пайдаланамын. Енді біткеннен кейін байлап, аяғымызды байлаймыз. 1 сағат кітап оқимыз ба, телевизор көреміз бе, енді 1 сағаттай қойып қоямыз. Сыртынан жылы нәски киеміз. Міне 1 сағат өтті. Енді аяғымызды жақсылап жуып шайып алып, құрғатып сүртеміз. Енді құрғақ аяғыма мен спиралин деген крем жағатын болдым. Ондай кремдеріңіз жоқ болса, өздеріңіз пайдаланып жүрген жалпы кремдеріңізді табандарыңызға жағып, ылғандырасыздар. Ал енді мына спиралин деген крем өте жақсы екен. Бір менің аяғым, табаным трещина болып кететін. Енді осындай процедурадан кейін мындай спиралин деген кремді жағам. Өте пайдалы крем. Теңіз балдырынан, яғни водоросльдан жасалған крем екен. Енді крем де өте пайдалы. Міне мен аяғымды осылай күтем. Енді ұнаса менің каналыма жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарияларыңызды жазыңыздар, және өз тәжірибелеріңізбен бөлісіңіздер.